Ассалаумағалейкум, қайырлы таң. Бүгін 25 сәуір 2026 жыл. Бүгін қайырлы таң, апрель ғой, сәуір, 25 апрель. Мына жерде бізде үлкен жол болу керек, трасса болу керек. Мына жерде мына газ труба алынады деді. 2014 жылғы бас жоспарды ауыстырып жіберген. Мына жердің бәріне құрылыс жүріп жатыр. Аква айна дейма, бір мекеме келіп жатыр ма, бір деме. Мына жерге кірпіні салып қойды. Ар жаққа кірпіні, ан жақта орын бар, соған салмай, мына жаққа салып қойды мына кірпіні. Маған енді осыны бұдан 8 жыл бұрын мен осы видеоны түсіргенмін. Ана арыз қаралмағаннан кейін, арыз жазды, қаралған жоқ. Содан кейін осы видеоны түсірген видеоларым бар. Әлі бар енді. Мына жерде газдың тұрбасын тона жерден қарап отырсаңдар, бері қарай бұрып жіберген, 10 метр бұрып жіберген, 10 метр. 10 метр бұрып жіберді бері қарай. Мына жерден газды 10 метр бері қарай бұрып жіберді. Көріп отырсаңдар, міне. 10 метр бері қарай шығып кетті. Сосын мына здание сабыр салынып кетті. Содан короче, әлі жатыр труба. Дәл осы жерде ертең июньнің 20-сында ма 8 жыл болады сол видеоға. Енді бұл жерде мына жол әлі ашылған жоқ. Осы жолды аша алмай жүр, ауыл болып аша алмай жүр. 14 жылы ашылатын жол ашылмай тұр. Осы видеоны түсірдің деп, мына линияны кесіп тастады. Мына линия, ана линияға қосу керек. Кесіп тастады мына линияны. Мына линияны кесіп тастады. Мына зданиялар ана салынып жатыр ғой, мына жерде. Осы жерде 8 жыл, енді 10 жыл оның алдында да жазып жатыр, арыз жазып жатыр. Қаралмайды. Енді осы арыз сосын оны менің үстімнен арыз жазған. Жалған деп та. Жалған емес, мен көріп тұрмын, көрсетіп тұрмын, міне жалған емес. Осы жерде жол болу керек. Бұл жалған емес. Ауыл болып талай арыз жаздық. Өзім апарып тапсырған кездерім бұл. Аманатқа да арыз жаздық. Партиясына. Қаралған жоқ. Міне тоқтың бағанасы жоқ бұл жерде. Мына заводың іштерінде тоқтың бағанасы болды. Алып тастады. Сонда мені жалған ақпарат деп үстімнен арыз жазған. Алигулов Мақсат деген зама кейін болған. Сосын арызында былай жазылған. Мақсат алаяқ деген үтір қойған. Бас жоспар қайтарылсын деген. Оны мен жаздым. Бас жоспар қайтарылсын деп. Мына бас жоспар әлі қайтарылған жоқ. Сосын үтір қойғанда 19 адам ауыстырған деп жазылған. Ол списогі бар 19 адамның. Қол қойған адамдар да бар. Сонда шындықты айтқан мен өтірікшімін ба? Сонда қалай? Мен қазір ана несін қағаздарын кеше шешімін алдым. Сонда бұл жақта қалай жұмыс жасамай ма? Может осылай қалай бере ма? Осы жолды ашпаудың мақсатында мынаның ішінде тоқтың бағанасы жоқ, көрдің ба? Былай қарай жоқ уже. Мына зданиялар көрдің ба? Тоқтың бағанасы жоқ. Бұл деген 14 жыл салынатын жол, 12 жыл болды ғой. 14 жыл салынатын жол. Салынбаса да ладно, бірақ орны тұру керек қой. 10 жылдан кейін ба, 20 жылдан кейін ба салыну керек қой. Енді бізге бөлінген бас жоспар, бізге халыққа бөлінген зат қой. Қаншама халық тұрады бұл жерде. Енді балдар деген бұл жерде деген жазда балшықтан жүре алмай қаласың, қазір енді кепті ғой. Сол ауыл үшін жазған арызға менің үстімнен арыз жазып жүр. Міне жаңағы тоқтың бағанасы, міне екіншісі, міне осы жерге келеді, бұл жерден күйіп тастаған. Мына жердің бәрін алып тастаған. Енді мынаны алып тастайын деп жатыр, бәрін алып тастайтын шығар енді. Сонда мен жалған айтып отырмын ба? Алигулов Мақсат жалған айтып отыр ма? Сонда қалай болған? Ұзақ видео болып баратыр, міне. Осы жерден тоқтайым. Ары қарай көрініп тұр бәрі. Салтанат магазин. Бұны басқұдық. Міне басқұдық көрініп тұр. Мына жағы бұрынғы Салтанат, қазір Алуаш дейді. Міне алдында здание тұр. Мына здание салынып жатқан кезде айтылды, арыз жазылды.
областной әкіміне келді, заңсыз деді. Осы жерде жиналыс болды. Жиналыс неше рет болды да? Барлық жиналыста ЖСқ сызылып жатыр, ұсыныс берілді дейді. Бірақ ешқандай ештеңе шешілмейді. Сонда мен өтірікшімін ба? Қалай болды сонда? Менің үстімнен арыз жазып штраф салған. Штраф болғанда 778.500 теңге штраф салған. Сонда сот қараған жоқ. Мен дәлелімді қараған, дәлелімді де қараған жоқ. Сот менің дәлелімді де қараған жоқ, үкім шығарып жіберді. Мені сөйлеткен жоқ вообще, сөйлеткен жоқ. Бір жас бала мені вообще сөйлеткен жоқ. Сонда қалай сонда осылай қала бере ма, мына тұрға жата бере ма осы жерде? Осылай жата бере ма? Қалай болды сонда? Бұл деген масқара жағдай ғой. Так, 25 апрель, короче, бүгін 2026 жыл. Осындай жағдай. Енді мен апелляциялық сотқа шағымданам. Басқа менде шындықты айтам. Осыны, короче, осылай болады.